Бруцеллез жануарлардан адамға жұғатын өте қауіпті инфекциялық ауру. Қалай жұғады? Шикі немесе қайнатылмаған сүт ішу, үйде дайындалған ірімшік, қаймақ, сүзбелерден, сонымен қатар жеткілікті термиялық өңдеуден өтпеген ет немесе шикі піскен ет арқылы жұғады. Көп адамдар ауылдың сүті таза деп ойлайды, бірақ дәл сол шикі сүт бруцеллездің ең негізгі көзі. Бруцеллез бірден байқалмауы мүмкін, бірақ ағзаға түскеннен кейін дене қызуы ұзақ уақыт түспейді. Буындар мен сүйектер ауырады, әлсіздік пайда болады. Ауру созылмалы түрге өтеді. Кей жағдайларда адам бірнеше ай, тіпті жылдап емделуге мәжбүр болады. Сақтану жолдары: шикі сүтті міндетті түрде қайнату, үй сүтінен жасалған өнімдерді сенімді жерден алу, сонымен қатар етті толық